Халықаралық әйелдер мейрамына орай бүгін Дін істері агенттігі бейбітшілік және келісім сарайында зайырлы және діндар әйелдердің басын қосқан ерекше бір жиын өткізді. Кездесу барысында зайырлы мемлекет дегеніміз не, діндар адам өзін қалай ұстау керек деген тақырыпты талқыға салды. Зайырлылық атеизм деген сөз емес, тиісінше діндар кісі ата заңды сыйлауға міндетті. Қоғамдық істерден тыс қалмауға құқылы десті олар. Сондай-ақ жиында қазіргі заман әйелдері қандай болу керек, діндегі әйел мәртебесі қандай деген сауалдар қойылып, түрлі ой-пікірлер тыңдалды. Осы сұхбат барысында діни құндылықтар мен зайырлық мәселелерінің ұштасуы, бір-бірімен байланыстар туралы бұл көптеген пікірлер бар. Осы пікірлермен бөлісіп, алдағы уақытта жастарды тәрбиелеу, отбасы туралы, қоғамдағы әйелдің орны туралы жылда өткізіліп жатқан дөңгелек столдарда осы тақырып негізгі тақырып болып табылады.